Дейсіңдер ау Қасымның несі Қасым? Қасым солай болмаса несі басым? Ақынмын деп қоқаңдап жүргендердің әңгімесінен Қасымның несі басым деп жырлаған екен қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев. Армысыздар. Қазақстан табиғаты әсем жерлерге өте бай. Солардың бірі Қарқаралы өңірі. Сол Қарқаралының Қызыл деген жерінде 1911 жылы 10 қазанында Қасым Аманжолов дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған Қасымды 1923 жылы ағасы Ахметжан өз бауырына басып, Семейдегі мектеп-интернатына түсіреді. Мектептен кейін мал дәрігерлік техникумында оқиды. 1930 жылы Алматы қаласына келіп, Лениншіл жас газетінің редакциясына қызметке орналасады. 1931 жылы Ленинградтағы Орман шаруашылық институтына түсіп, бірақ оны аяқтай алмайды. Оралдағы екпінді құрылыс газетіне жұмысқа орналасады. Қасым Аманжоловтың ақын, азамат болып қалыптасуына Орал қаласы үлкен әсерін тигізді. 1935 жылы Оралдың театр группасын ұйымдастырып, өзі көркемдік жетекшісі болады. Бұл группа тез өсіп, аз уақыт ішінде театр болып құрылады. Мұндағы Қасымның еңбегі өте зор еді. Осы кездері Қасымның ақындық, әншілік, артистік талантты жұртшылыққа танылды. Ең алғашқы тұңғыш өлеңдер жинағы 1938 жылы «Өмір сыры» деген атпен жарыққа шығарылды. Қасым Аманжолов қалың жұртшылыққа ақындығы, аудармасымен ғана танылған жоқ, сонымен қатар әншілік, домбыра, скрипка, фортепианода да ойнайтын өнерімен қалың жұртқа мәлім болды. Бүгін біз осы Қасым Аманжоловтың әншілік өнеріне тоқталмақпыз. Осы өлеңдерінің ішіндегі ең ерекше өлеңі ол «Өзім туралы». «Өзім туралы» әні бұл 1948 және 54 жылдары жарық көрген болатын. Ең алғашында бұл әннің атауы «Сыр» деген атпен танылған, кейіннен келе бұл «Өзім туралы» деп аталды. Өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім талын атқан сөз тайында. Тереңде тұнып жатқан дауыл күйді, тербетіп, тулатып бір қос қайында. Аман жол Рақымжанның Қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын. Біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы ясылымын. Екі көз, екі жұлдыз маңдайдағы, көрушен құбылысты қай-қайдағы. Япырмау, сен де бір күн сөнермісің, қап-қара түнек болып маңдайдағы. Өкінбейм, мен де бір күн өлермін деп, өкінем ұқсата алмай келемін деп. Күніне жүз ойланып мың толғанам, өзіммен бір көрмесін өлеңімде. Басқаға емес, ақынның өз-өзіне айтқан сыры ғой. Өлең адам өмірінің мәнін терең түсіндіретін кең мағыналы туынды. Бұл өлеңнен ақынның азаматтылық тұлғасын, қуанышы мен қайғысын, ақындық болмысының бар қырынан танимыз. Сонымен қатар Қасым Аманжолов жастық, махаббат жайлы да өлеңдерін өте көп жазған. Келесі әнге назар аударыңыздаршы.
жаным не деп сертен тандырды. Айтшы жаным не жазыппын мен саған, неге сонша жүрегімді жандырды. Айтшы жаным не жазыппын мен саған, неге сонша жүрегімді жандырды. Ақ сәуле аспандай мен талысасың, төгіліп иығыңа қара шашың, жалбетіп бұралай көз қарағанда, жарыңның жайлауындай жарасасың. Бірге бар домбырамда тартылмаған, бір сыр бар жүрегімде айтылмаған. Сен үшін келдім сақтап сүйген сәулем, көзіңнен айналайын жалғыздаған. Сен үшін келдім сақтап сүйген сәулем, көзіңнен айналайын жалғыздаған. Ақ сәуле арнадым мен арманымды, бұлбұлдай ұялаған таңда күледі. Көркіне көңілі сай келіп тұрған, арман не жандарыңды көргеніңде. Көркіне көңілі сай келіп тұрған, арман не жандарыңды көргеніңде. Көркіне көңілі сай келіп тұрған, арман не жандарыңды көргеніңде. Нағыз жазушы өз шығармаларында көрген-білгенін, өмірден түйгенін сарқып беретін болса, Қасым Аманжолов өз шығармаларында өзінің мінез-құлқын көрсеткен. Біз осыған қарап, Қасымның қаншалықты өжет, қайсар екенін білеміз. Ömrümde
құрбан күр еткендей өтті ғой соғыс келемін қайда өлеңін айдан қайда екен қайда елімін қайда өлеңін айда қайда екен қайда мәңгі сұлу Жас дәурен гүл жазира қайран жазам таңдаған ерке сұлу айтқан мазам әсерлән көк нөсер күй салдым бірам жігіттің тебірентесің өнерпазым жас дәурен ризамын мен саған жан сәулем келші сәулем аңсаған жас дәурен жігер ота жанған жалын көрмесем қазағыңдай той алмаспын өмірге екі келер уақытым жоқ сондықтан үлесімдей ұлғармаймын жас дәурен ризамын мен саған жан сәулем келші сәулем аңсаған жас дәурен қазағыңа той алмаспын әнмен күй өлең сені той алмаспын жастықта тербелейін тебіренейін бір күні кетсем ұйықтап оянбаспын жас дәурен ризамын мен саған жан сәулем келші сәулем аңсаған жас дәурен жан сәулем ризамын мен саған жан сәулем келші сәулем аңсаған жан сәулем келші сәулем аңсаған Қасым халқымыздың рухани дамуында ұрпақтан ұрпаққа жетер өшпес өлеңдері қалды. Бүгінде Қасым Аманжолов өмірден ерте өтсе де, оның өлеңдері халық жадында мәңгі сақталды. Осымен бүгінгі киноконцертіміз өз мәресіне жетті. Тыңдағандарыңызға